Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетем. Үйрену өте оңай. Видеоны соңына шейін көріп, каналға тіркеліп, қазақ тілді каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай 6 түсті шаршыдан аралас құрағын үйрететін боламын. Ол үшін бізге 9 шаршы керек, барлығы да размері 17-17-ден, ақ түсімізден 4 шаршы, сұр түсімізден 17-17-ден 1 шаршы, күлгін түсімізден 17-17-ден 1 шаршы, ақшыл көк түсімізден 17-17-ден 1 шаршы, сары түсімізден 17-17-ден 1 шаршы, қызыл түсімізден 17-17-ден 1 шаршы. Барлығы 9 шаршы қажет құрамызға. Міне, шаршыларымызды осылай жайып алдық. Енді осылай тігіп аламыз. Бірінші мына басқы, үшінші мына нені қосып аламыз. 3 шаршымызды. Міне, осы тігіп алдық. Енді екінші немізді тігіп аламыз. Міне, екінші қатарды тігіп шықтық. Енді үшінші қатарды тігеміз. Міне, үшінші немізді тігіп алдық. Енді бір-бірлеріне қосамыз. Мына екеуін қосып шықтық. Енді мына қатарды қосамыз. Міне, тігіп алдық. Осылай болып шықты. Енді сіздерге көрсетейін. Міне, құрағымыз осылай шықты. Бұны былай теріс қарай айналдырып аламыз. Былай өлшейміз. Былай 47-да 47 шықты. 47-нің жаратышы 23,5. 23,5-нан былай. Мына құрағымызды 4-ке бөліп аламыз. 23,5. 23,5. Ne çıktı? 23,5. Şimdi olsun siz alamız. Geldim yaktım. Yirmi üç şarım çıktı. Mine құрағымызды сызып алдық 4-ке, енді осыны қиып аламыз. Міне, құрағымызды қиып алдық. Сіздерге көрсетем. Бұлай тігулеріңізге де болады. Сіздерге. Бұлай тігулеріңізге де болады.
көкті ішіне келтіріп. Осылай келтірулеріңізге де болады. Өстіп айналдыра бересіздер. Мен осындай сары мен қызылды өстіп қаратып отырып тігем. Сіздер любой нені қоюларыңызға болады. Сосын және мен таңдаған түстерді, өздеріңіз қалаған түстерді таңдай аласыздар. Мен осыны таңдадым. Міне тігіп алдым. Келесін тігіп аламын. Енді осыны осылай қосамын. Бұлай ортасынан, ең ортасын сары мен қызылдың түйіскен жерінен бастап тігулеріңізге болады, тегіс шығу үшін. Міне. Міне, құрағым дайын болды. Міне өздеріңіз көрдіңіздер. Осылай болып шығады. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Өте әдемі.